Бізде келесі сабақ тағам құрамындағы қоректік заттар. Азық-түлік бұл адамның қорек көзі. Тағамдар құрамында қорек ететін, тіршілік иелеріне өсуіне көмектесетін көптеген заттар бар екені белгілі. Қоректік зат бізде 6 түрге бөлінеді: көмірсулар, ақуыздар, майлар, дәрумендер, минералдар және су. Азық-түлік өнімдерінде аз мөлшерде минерал және дәрумен болады. Денеміз әртүрлі функция атқару үшін бізге аз мөлшерде минерал және дәрумендер қажет. Сол сияқты су да тірі ағзаға аса қажетті заттардың бірі. Ол ағзада химиялық реакциялар жүретін орта қызметін атқарады. Ал көмірсулар, ақуыздар, майлар адамдарға көп мөлшерде қажет негізгі қоректік заттарға жатады. Бірінші көмірсуларға тоқталайық. Көмірсулар барлық тірі ағзаның, соның ішінде адамдар үшін негізгі энергия көзі. Өсімдіктер, жануарлар мен адамдар үшін энергия көзі болатын көмірсулар өсімдік тіндерінде кездесетін целлюлозадан тұрады. Көмірсудың негізгі көзіне бізде жемістер, көкөністер, дәндер жатады. Көмірсуды қант деп те атаймыз. Көмірсудың тағы бір маңызды түрі бұл крахмал. Крахмал көптеген глюкоза молекулаларының бірігуі нәтижесінде түзілген көмірсу. Жүгері, картоп, күріш және басқа да тұқымдар крахмалдың негізгі көзіне жатады бізде. Мына жерде суреттен көріп алсаңыздар болады. Келесі бізде ақуыздар. Ақуыздар барлық тірі ағзалардың маңызды құрамдас бөлігі. Ақуыз сөзі тірі жасушалардағы ақуыздардың көптеген маңызды функциясына байланысты бірінші кезектегі маңыздылықты білдіреді. Адам денесінің көп бөлігін ақуыздар құрайды. Сүйектеріміздің 1/4 бөлігінде ақуыз бар. Біз қоректенетін жануарлар еті мен адамға шабуылдайтын вирустар да осы ақуыздардан құралған. Күнделікті киетін былғары, жүн және жібек киімдерде таза ақуыз молекулаларынан тұрады. Қорыта келе, ақуыз жасушалардың негізгі құрылымдық бөлігі. Сондықтан адамдар ет, балық, жұмыртқа, сүт секілді ақуызға бай өнімдерді тұтынуы қажет. Келесі бізде майлар. Майлар тамақтануда да үлкен рөл атқарады. Ол ағза үшін энергияның маңызды түрлерінің бірі. Май ағзадағы энергияны сақтаумен қатар дене тіндерін қорғауға және майға еритін дәрумендерді қанға тасымалдауға көмектеседі. Майға бай тағамдарға біз ет, майлы балық, авокадо, зәйтүн, жаңғақтар, тұқымдарды жатқыза аламыз. Және енді бізде бекіту тапсырмалары. Осы сұрақтарды асықпай тоқтатып жауап беріп көріңіздер. Сабақ пайдалы болды деген ойдамын.